Луиза Хей. 21 күнде бақытты болудың құпиясы. 9 күн. Ішіміздегі баланы мейірімге бөлеу. 2 бөлім. Бүгін сіз өткенді кешіру және ішіңіздегі әдемі баланы жақсы көру үшін айнамен жұмыс істейсіз. Сіздің және ішіңіздегі баланың жағдайы қалай? Бір-біріңізді жақынырақ тани бастадыңыздар ма? Мен ішкі баламен жұмыс істеу өткеннің қалдырған жан жарасын емдеуге көмектесетін өте құнды құрал екенін түсіндім. Біз ішіміздегі үрейге бой алдырған кішкентай баланың не сезінетінін әдетте біле бермейміз. Егер балалық шағыңыз қорқыныш пен физикалық зорлық-зомбылыққа толы болса, немесе үлкендер ауыр сөзбен көп жәбірлесе, сізде өзіңізді ойша ұрып соғатын әдет болуы мүмкін. Осыны істеген кезде, сіз ішіңіздегі баланы да дәл осылай қорлайсыз. Алайда ол баланың басқа баратын жері жоқ. Көбіміздің ішімізде жалғыз қалып абдыраған, өзін ешкім сүймейтіндей сезінетін бала бар. Ұзақ уақыт бойы ішіміздегі баламен бір ғана жолмен байланыс жасап келдік, ол ұрысып жеку, жазғыру. Сөйтіп отырып неге сонша бақытсызбыз деп таң-тамаша боламыз. Біз өзіміздің бір бөлшегімізден бас тарта алмаймыз, және әлі де ішімізде үйлесім құра алмаймыз. Бүгінгі айнамен жұмыста ата-анамыздың тыйымдарынан асып, ішіміздегі адасқан кішкентай баламен байланысуға арнайық. Өткенді кешіріп, осы әдемі баланы жақсы көре бастайық. Бұл бала біздің оны мәпелеп, оған қамқор болатынымызды білуді керек. Көбіміз өткеннен қалған сезімдер мен өкпе ренішті тереңге көмдік. Сондықтан ішіміздегі баланы жақсы көріп үйренуге уақыт керек болады. Қанша уақыт қажет болса, сонша уақыт бөліңіз. Осы жаттығуды қайта-қайта жасаңыз. Сіз бұл мақсатқа түбі жетесіз, сөз берем. Сіздің ішіңіздегі бала ерте жастан қалыптасқан сенімдерге әлі де адал. Егер кішкентай кезіңізде ата-анаңыз қатал болып, соның салдарынан қазір өзіңізге қатал талаптар қоятын, немесе айналаңыздағы қабырғамен қоршалған алуға бейім болсаңыз, ішкі бала әлі де ата-анаңыздың тәртібін сақтайтын шығар. Әр қателігіңіз үшін өзіңізді жазғыра берсеңіз, іштегі бала үшін күнде таңертең ата-ана бүгін маған не деп айғайлар екен деген оймен ояну оңай болмағаны анық. Ал енді аффирмация жасайық. Мен ішімдегі баланы жақсы көремін. Қазіргі өміріме өзім жауаптымын. 9 күннің айна жаттығуы. 1. Айна алдына барып, кеше іліп қойған бала кездегі суретіңізге қараңыз. 2. Дәл қазір бір сәт уақыт бөліп, бұдан былай ішіңіздегі балаға қамқор болатыныңызды айтыңыз. Мына аффирмацияны қайталаңыз. Мен саған қамқор болам. Мен сені жақсы көрем. Шынайы жақсы көрем. 3. Мүмкін болса, айна алдына жайғасып отырыңыз, немесе отырған қалыпты қол айнаңызға қараңыз. Кеше бастаған ішіңіздегі баламен әңгімеңізді жалғастырыңыз. Мысалы, былай кешірім сұраудан бастай аласыз. Осы жылдар бойы сенімен сөйлеспегенім үшін кешірім сұраймын. Саған ұзақ уақыт ұрысып келдім, оған өкінемін. Сенен қол үзіп, бір-бірімізден алшақтап кеткен бүкіл уақыттың есесін қайтарғым келеді. 4. Егер сіз ішіңіздегі баламен 50-60 жыл бойы сөйлеспеген болсаңыз, онымен қайта қосылып жатқандығыңызды сезінуге біраз уақыт кетуі мүмкін. Бірақ табанды болыңыз. Ақыр соңында байланыс орнатып, ішіңіздегі баланы сезіне аласыз. Оны ести аласыз. Тіпті ішіңіздегі баланы көре де аласыз. 5. Жаныңызда әрдайым сұлық болсын. Ішіңіздегі баламен сөйлесіп отырғанда жылау қалыпты нәрсе. Көз жасы жылдар бойы қатып қалған тоңды жібітіп, іштегі баламен байланыс орнатуға көмектеседі. Ғаламат күшіңізде 9 күннің күнделік сұрақтары. 1. Кішкентай кезіңізде не істегенді жақсы көретін едіңіз? Ойыныңызға келгеннің бәрін жазып алыңыз. Сіз осылардың қайсысын болмасын соңғы рет қашан жасадыңыз? Көп жағдайда ішіміздегі ата-ана біздің көңіл көтеруімізге кедергі болады, өйткені бұл ересектердің ісі емес. 2. Енді күнделігіңізді жауып, сыртқа шығыңыз да кішкентай балаңызбен ойнаңыз. Көңіл көтеріңіз. Бала кезіңізде жасағыңыз келген тентектікті жасаңыз, мәселен. Үйіліп жатқан жапырақтардың үстінен секіріңіз, немесе бақша суаратын бұрқақ судың астынан жүгіріп өтіңіз. Ойын кезінде басқа балаларды мұқият бақылаңыз. Осы арқылы кезінде сізге ұнаған ойындар жайлы естеліктер қайта оралады.
Егер өміріңіз әлдеқайда көңілді болсын десеңіз, іштегі баламен байланыс орнатып, және осы стихиялық кеңістіктен шығыңыз. Сонда әрдайым көңілді жүресіз, өміріңіз шаттыққа тола бастайды, маған сеніңіз. 9-шы күнгі жүректегі ойлар: мен өзгеруге және есеуге дайынмын. Сіз жаңа нәрселерді үйренуге құштарлық тұрсыз, өйткені бұл өмірде біз білмейтін дүние көп. Сіз ескі түсініктерден бас тартуға дайынсыз, олар енді сізге әсер ете алмайды. Мінез құлқыңызға көңіл бөліп, бұдан былай мынаны істемеймін деп айтуға дайынсыз. Қазіргіден әлдеқайда көп нәрсеге мән беру маңызды екенін білесіз. Өзіңізді бұдан да жақсы, мінсіз қылам деп қиналмаңыз, бұл сіздің әлі де өзіңізге көп талап қоятындығыңызды білдіреді, ал ол дұрыс емес. Дегенмен өзіңіздің шын мәнінде кім екеніңізді көбірек білуге тырысыңыз. Осы жаңа әсер өте қызық. Тіпті ол үшін ішіңіздегі кейбір ауыр нәрселерді қопаруға тура келсе де, бұдан батпаңыз. 9-шы күннің медитациясы: іштегі баланы жақсы көру. Өткенге оралыңыз. Өзіңізді кішкентай 5 жасар бала деп елестетіп көріңіз. Сол балаға қолыңызды созып, мен сенің болашағымын, мен сені жақсы көру үшін келдім деп айтыңыз. Баланы махаббатпен құшағыңызға басыңыз, содан кейін оны өзіңізбен бірге қазіргі сәтке алып келіңіз. Екеуіңіздің айнада тұрып, бір-біріңізге сүйіспеншілікпен қарағаныңызды елестетіңіз. Сол жерде тұрып, өзіңізге не жетіспейтінін көресіз. Енді одан да әрі, яғни жаңа туған нәресте шағыңызға дейін шегініңіз. Сіз жаңа ғана дүние есігін аштыңыз. Бұл қиын сапар болған шығар. Бірден денеңізді тітіркендіретін салқын ауаны сезесіз және жарқыраған шамдарды көресіз. Бәлкім біреу сізді шапалақпен салып та жіберген болар. Қош келдіңіз. Сіз өмір сүру үшін осындасыз. Енді мына кішкентай сәбиге мейіріміңізді төгіңіз. Сол бейкүнә баланы елжірей жақсы көріңіз. Сосын енді ғана аяғыңыздың басын жүре бастаған сәтіңізге қарай жылжыңыз. Тұрып құлап, қайта тұрып, қайта құлап, тұрып, тағы құлап жатырсыз. Кене тағы бір талпынғанда құламай, тура қалдыңыз, сосын бір адым, тағы бір қадам басып, жүре бастадыңыз. Кішкентай кеудеңізді мақтаныш кернеді. Сол титімдей балаға мейіріміңізді төгіңіз. Сол баланы елжірей жақсы көріңіз. Содан кейін мектептегі бірінші күніңізге ойысыңыз. Анаңыздан айырылғаныңыз келмеді, бірақ оны үйде қалдырып, мектепке келдіңіз. Мектеп табалдырығынан жүрексіне аттадыңыз. Қорқыныш бар еді, бірақ соған қарамастан алғашқы қадам жасалды. Сіз қолдан келгеннің бәрін жасадыңыз. Осы батыл балаға мейіріміңізді төгіңіз. Оны шын жүрегіңізбен жақсы көріңіз. Содан кейін шамамен 10 жасар кезіңізді және сол жылдары болған бүкіл оқиғаны еске түсіріңіз. Бәлкім өміріңіздің сол шақтары керемет өтті, мүмкін керісінше көп қиындық көрген боларсыз. Сіз аман қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасадыңыз, сөйтіп осы күнге жеттіңіз. Осы мықты балаға мейіріміңізді төгіңіз. Жай ғана жақсы көріңіз. Енді одан да ересектеу кезіңізге ауысып, болған жағдайдың бәрін еске алыңыз. Бұл қызық әрі қорқынышты кездер еді, мүмкін иығыңызға сіз көтере алатыныңнан да көп жүк артылды. Бірақ сіз одан аман өттіңіз. Шамаңыз келгенше тырыстыңыз. Сөйтіп бәрі ойдағыдай болды. Сондықтан осы ақ көңіл жасөспірімге мейіріміңізді төгіңіз. Оны елжірей жақсы көріңіз. Алғаш жұмысқа тұрған кезіңіз және ақша табудың қаншалықты қызық болғанын еске түсіріп көріңіз. Ұжымға жақсы әсер қалдырғыңыз келді, алда үйренетін нәрсе көп. Сіз қолдан келгеннің бәрін жасадыңыз, осылай жетістікке жеттіңіз. Осы жай ғана еңбекқор жанға мейіріміңізді төгіңіз. Жай ғана жақсы көріңіз. Алғаш рет сіз ғашық болған адам сізді сүймейтінін айтқанда, жүрегіңіз қаншалықты ауырғанын еске алыңызшы. Бұдан кейін мені ешкім сүймейтін шығар дегенге 100% сенімді болдыңыз. Жаныңыз сыздап терең мұңға баттыңыз. Дегенмен бұл кезеңнен де аман өттіңіз. Осы мұңды жанға да мейірім шуағыңызды төгіңіз. Оны шынайы жақсы көріңіз. Содан кейін өміріңіздің тағы бір маңызды кезеңіне өтіңіз. Бұл қатты ұялған кезіңіз, не қатты қиналған шағыңыз, немесе керемет күндер болуы мүмкін. Қандай жағдай болмасын, сіз сол кездегі түсінігіңізбен, білім-білігіңізбен қолдан келгенді жасадыңыз. Сондықтан осы адамға мейіріміңізді төгіңіз.
Оны жақсы көріңіз. Енді өзіңіздің бүкіл бөлшектеріңізді жинап, оларды алға, қазіргі уақытқа әкеліңіз. Бәріңіз бірге айна алдында тұрсыздар. Дәл қазір өміріңіздің бүкіл байлығына, толық құрамына қарап отырғаныңызды түсініңіз. Әрине, қиын кезеңдер, ауыртпалыққа толы шақтар, ұятқа қалған және адасқан күндер бастан өтті. Мұның бәрі өмірдің бір бөлігі. Өзіңізді жақсы көріңіз. Енді кері бұрылыңыз. Алға қарап, сізге құшақ жайып мен сенің болашағымын, сені жақсы көру үшін келдім деп айтатын адамды елестетіп көріңізші. Өмір дегеніміз өткенді, бүгін мен болашақта шексіз сүю мүмкіндігі. Өзіңіздің әр бөлшегіңізді жақсы көру және қабылдау арқылы жаныңызды емдейсіз. Егер сіз өзіңіздің қандай да бір бөлшегіңізден бас тартсаңыз, қалай толық адам боласыз, қалай сауыға аласыз. Айығу, қайтадан бүтін болу. Өзіңізді, әр бөлшегіңізді жақсы көріңіз және бір тұтас болыңыз. Бәрі де жақсы болады. Әр күніңізге сәттілік. Каналға жазылып қоңырау батырмасын басып қойыңыз.